Ассаламу алейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тапсырысқа қабылдауға болатын өте дәмді әрі оңай жасалатын сникерс пирогын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқамызды саламыз. Бөлме температурасындағы тұрған сары май немесе ерітілген сары майымызды саламыз. Одан кейін үстіне қант қосамыз. Енді венчик немесе шанышқының көмегімен араластырып алсаңыздар болады. Бізде осы үш қоспамыз жақсылап тұрып араласқанға дейін араластырып аламыз. Сары майымыз міндетті жұмсақ немесе ерітілген сары май болуы керек. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бір шай қасық қопсытқыш какао саламыз және де алдын ала електен өткізіп алған құрақ ұнымызды саламыз. Енді біз жұмсақ қамыр илейміз. Қолымыздың көмегімен жасай берсеңіздер болады. Бұның барлығын қолмен де жасауға болады. Жақсылап тұрып жұмсақ қамыр шыққанға дейін илеп аласыздар. Бізде қамырымыз өте жұмсақ болу керек. Қазір көрсетейін, міне қараңыздар, осындай қамыр шығуы тиіс. Енді алдын ала формамызды дайындап аламыз. Форма диаметрімен 22 см, астына фольга төсеп алдым. Қамырымызды салып, осылайынан міне қолымыздың көмегімен басып шығамыз. Қамырымыз өте жұмсақ, және де осы шеттеріне бортиктер жасаймыз. Бортигіміз қатты биік жасап керек емес. Міне дәл видеодағылай жасасаңыздар болады. Барлық шеттерін біркелкі жасау үшін осылай қолымыздың көмегімен басып шығамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін вареный сгущенкамызды саламыз. Міндетті түрде бөлме температурасында болуы керек, әйтпесе араласпай қалады. Үстіне жер жаңғағымызды саламыз. Енді қасығымыздың көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне біздің салмамызды дайын болды, қараңыздар, толықтай араласты. Енді осы қамырымыздың үстіне салмамызды салып, қасықтың көмегімен барлық жеріне жеткізіп, тегістеп шығамыз. Қыздар, вареный сгущенкада көбінде мен қолданатын Деп фирмасынікі, Деповская деп аталады, немесе Три желания фирмасын қолдансаңыздар болады. Осы екі вареный сгущенканың сапасы өзіме қатты ұнайды. Міне біз толықтай жағып шықтық. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. 30-35 минут уақытымыз өтті. Қараңыздар, пирог пісті. Енді қазір салқындатуға кем дегенде 10 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін біз глазурь жасайтын боламыз. Біз ыдысымызға шоколадты саламыз. Мен Қазақстан шоколадын қолданып жатырмын. Сары майымызды саламыз. Енді өте баяу отта осы шоколад пен сары май ерігенге дейін араластырамыз. Енді үстіне ұсақталып тұралған жер жаңғағымызды салып, қайтадан араластырып аламыз. Міне біздің глазуріміз дайын болды. Осы глазурьді қазір пирогтың үстіне құятын боламыз. Ол үшін біз салқындаған пирогымызды формадан алып аламыз. Үстіне міне глазурьді құямыз. Глазурь құйып болғаннан кейін үстіне біз қасығымыздың немесе таяқшамыздың көмегімен, яғни лопаткамен осылайынан тегістеп барлық жерге жеткізіп шығасыздар. Осылайынан жағып болғаннан кейін тоңазытқышқа стабилизация жасау үшін кем дегенде 20-25 минутқа салқындатып қойып қоямыз. Мен жарты сағаттай тұрды, менде жарты сағат уақыт өткеннен кейін пирогты кесе берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады, әрі өте оңай жасалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және де қазақ тіліндегі YouTube каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Және де комментарияға каналымда қандай рецепттер көргіңіз келеді, соны жазып кетсеңіздер болады. Келесі кездескенше.